Мен сіздерге бүгінгі видео туралы айтып кетейін енді толықтай. Енді мені қарайтын оқырмандардың арасында көбісінің қыздарыңыз бар, иә. Енді, например, представьте, қызыңыз 15 жаста. Анасы кішкентай кезінде қайтыс болған. Және әкесі бір қамқор болатын, әкесі де қасында болған жоқ осы уақытқа дейін. И өзімен өзі өмір сүріп келе жатқан қыз болашаққа деген бір үміті бар, үлкен өмірге аяқ басқысы келетін, бір жақсы өмір сүрем ау деген үміттеніп жүрген қыздың басынан осындай ситуация өтеді. И ол қыз сол кезде түсінеді. Мұна үлкен өмір соншалықты қатал екен. И ол нәрсені өзінің жақын адамынан көреді. Одан бөлек ойлаңыздаршы, менің жақын адамым деп жүрген адамдардың ортасында өзін жалғыз сезінеді ол қыз. Представьте, сондай ситуация. Мен сіздерге бүгін видеода көрсеткен сәт, ол мен үшін өмірімде ең ауыр, ең қиын, мен қабылдай алмаған, мен мойындай алмай қалған сәт. Ол адам, маған тиіскен адам, менің отбасымда болған адам. Осы мен 15 жасымда менің жеке шекарамнан өтіп, маған тиіскен адам, және де оған қаншама үлкен адамдар оған сеніп баланы тапсыра алған адам. Мен түсінгенім, кішкентай бала өзінің жақын адамдарының арасында да, жақын үлкен адамдардың арасында да өзін жалғыз сезінеді екен. Мен бүгін бұл видеоны саларда мен кәдімгідей қорықтым. Білмеймін, жаман болып жылап алғаным бар. Жаңа ана жақта жүріп, 1-2 сағатта мүлдем комментарий қараған жоқпын. Өз-өзіме мен сенбедім. Осы моментті мен қалай салдым? Білесің ме, видеомен түсірген бөлек, ана моментте ол кезде бір сезінесің, ол моментте еще видеоны сен өз-өзіңді көріп салған, ол вообще бөлек. Көре алмаймын ғана видеоны. Комментарийларды оқи алмаймын, жүрегім бармайды. 2-3 сағаттай жүремін ғой, өз-өзімді алдап. Сосын барып, Айгүл жинал, сен бұны салдың, көрсеттің қалай бар солай, сен оны өз-өзіңді алдай алмайсың. Осы уақытқа дейін алдап келдің деген момент болды. И мен сіздерге соны сеніп бүгін сала алдым. Сіздерге оны жеткізе алдым, көрсете алдым. Басынан өткен ситуацияны. И мен сіздерге сенгендіктен соның бәрін жасағанымды түсіндім ғой мен бүгін. Қаншама жылы комментарийлар еді, көп қой мен үшін жазылған. Соның бәріне сіздерге сеніп, кәдімгідей сіздерді жақсы көріп, жағын тартып, соны сіздерге салып сендім. Ол бір сөзбен айтқанда мен үшін бір победа деп айта аламын. Осы бүгін салған видеомды жеңілдедім. Сіздерге рахмет. Білесіздер ме, мен өзімнің қатты жалғыз екенімді сол кезде сезіндім. Қасымда ешқандай қамқоршым жоқ екенін де сезіндім сол кезде. Осы өмірдегі жалпы мына үлкен әлемде жап-жалғыз Айгүл екенін сезіндім. Менде сол кезде уже өмірге деген қатыгездік көзқарасы пайда бола бастады. Енді ол не үшін десеңіздер, уже сенім жоқ адамға, доверие мүлдем жоқ. Маған жақын болсын, алыс болсын, адамдарға мүлдем доверие жоғалды. Сол моменттен бастап жалғыз болдым. Сол кездері мен өзімді кінәлі сезінген моменттерімде болды. Қалай кінәлі сезінем ба, қалай сезінем, жалғызға сезіндім. Түсініксіз болды енді, шыны керек. Енді кеше де сіздерге айтып жатырмын ғой, мен сіздерге барынша ашылып көрсетіп жатырмын. Менің өмірімді, тағдырымды жалпы құнсыздандырмасаңыздар деймін. Және бұл серияны түсіргендегі мақсатым, бұны көрсеткендегі, дәл менімен тағдырлас қыздар болса, сіздер бұндай өмір болғаны кінәлі емессіздер. Осы уақытқа дейін жасырып келген болсаңыздар, немесе өздеріңізге мойындай алмаған, ащы шындық болса да өздеріңізге айта алмаған, менде осындай болды дей алмаған болсаңыздар да, сіздер кінәлі емессіздер. Қандай жағдай болмасын, сіздер ештеңеге кінәлі емессіздер. Мен осыны жеткізім келеді, қыздар, сіздерге. Мына жақта перерыв, біз шай ішіп отырмыз, бір 10 минуттық перерывта үлгеріп жатырмыз, бәріне айтпесе қол тимей жатыр. Енді кешегі видеоны салсам ба салмасам ба деп ойланған едім ғой. Бірақ енді сіздерге енді бір сериясын көрсетіп қойып, басқаларын көрсетпесем тоже сіздердің алдарыңызға ұят шығар деп ойладым. Енді қаншама адам жазып, Айгүл, сен басын бастап аяғын аяқтайтын дедің ғой, неге солмай жатсың деген сияқты, салып біз күтеміз, поддержка береміз деп айтып жатқан жандар өте көп. Сізге рахмет көп. Енді ойлана келе, бірақ енді шын айтамын,
біртүрлі болып тұрғаны салуға ұяланбай или там басқа нәрсемен түсініксіз. Но сонда да мен саламын. Сіздер оны көрулеріңіз керексіздер. Ал ол рилсті қазір саламын. Сосын кешкісін қолым босаған кезде подробно бәрін айтып түсіндіріп беретін боламын. Kissing cars and downtown bars was all we needed. Өте күшті сұрақ қойдыңыздар. Мен өмірдегі ұстанымым, мен бұны айтқым келеді, бірақ айтсам да почему-то менен күніне бірнеше адам қарызға сұрайды, ақша сұрайды. Менің өмірдегі ұстанымым қарыз бермеу және қарыз алмау. Ешкімнен қарыз ақша сұрамаймын және ешкімге қарыз ақша бермеймін. Сол бұл деген жаднылықтың белгісі емес, бұл просто менің энергиям кетеді. Ол ақшаны алған адам потом қайтарғысы келмей, желаниясыз қайтарғаннан кейін сондай энергиямен ана ақша маған қайтадан келген кезде ол ақша сезілмей кетіп қалады. Сол үшін мен қарыз бермеймін мүлде ешкімге. Сондай ұстанымым бар. Енді кейбір адамдар может ренжитін шығар, бұрын мен біреудің көңіліне қарап, блин, ренжітіп алдым ба деп ойлайтын. Қазір мен ешкімнің көңіліне қарамаймын. Мен бере алмаймын деп айтатыным бар. Менің өмірдегі ұстанымым осы. И прям қатты ұстаймын осы ұстанымды. Білмеймін, мына сұраққа жауап берсем, біреу маған сенер, біреу сенбес, бірақ менің әр желаниям бір космоспен связано деймін ба. Біреу күлетін шығар енді, наверное. Бірақ Алла міндетті түрде менің тілегімді қабыл қылады. Міндетті түрде мен бір нәрсені қатты шын көңіліммен сұрасам, обязательно сол нәрсе болады ғой. Мен өзім Алламен сөйлесем всегда. Білмеймін, сіздерге қалай естілетін бұл әңгімемді, может, Зухра, наверное, с ума сошла деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ та мен рахметімді айтамын Аллаға, барлық басымнан өткендерімді айтамын. Енді Алла бәрібір көріп тұр ғой, осындай рахметімді айтып, осыншама сынақтан кейін осындай жақсылық беріп жатырсыз деген сияқты. Енді артық болмаса осында қалар едім деген сияқты өзімнің мақсаттарымды, өзім ойларымды, өзімнің тілегімді Аллаға жеткізем, и Алла міндетті түрде орындайды всегда. Вот мен соған қатты сенемін. Осыдан жарты жыл бұрын мен мамам тоже, мен бұл стористі салғанмын, біреудің есінде бар, біреудің есінде жоқ шығар. Мамам жарты жыл бұрын қатты жөтелді. Тоқтаусыз вообще не істесе де қоймай. Сонымен, короче, жөтелін қойдыртқан бір сироп туралы айтқан. Мама, дәрілер қайда тұр? В общем, Қытайдан алдыртқан бір сироп болған. Енді бұны біреу жарнама деп ойлар, жарнама емес деп ойлар, бұл жарнама емес. Именно жөтелге қарсы прям тоқтамай жөтелетіндер болады ғой. Күшті көмектесетін сироп бар қазір. Тауып алайын, көрсетемін сіздерге. Мен новыйге көшіп келгеннен кейін әлі көп заттар қай жерде екенін білмей жатырмын да. Бір жерде болған сол сироп. Короче, сырты деген енді быт болып кетті. Қаншама көштік, ары бері жүрдік. Сонымен осы сироп, мамамна сироп туралы айтайын деп жатырмын мен. Міне, қараңыздар. Енді мама ішкен бұны. Сыртын можете заскринить. Мама осыдан бірнеше ай бұрын қатты жөтеліп, сонымен осы сиропты ішкен болатын. Айтасыз ба? Сұрап келдер. Мамама қатты керек болады. Осы сиропты ішіп зорға дегенде жазылдым. Алдында бір 5 ай бұрын қатты неғылғам жөтелгем, бір құрғақ жөтел болып, особенно түнге қарай қатты жөтелем. Содан есім шығып рентгенге де түстім, хронический бронхит деп қойып берді. Содан Зухра тауып берді. Соны осы дәріні ішіп, осы дәріден қойды жөтелім. Автобусқа мінген кезде қатты жөтелем, елден ұяласың ғой. Тек былай шығайын десең, өте жақсы дәрі екен. Іше салғаннан кейін сразу результатын байқайсыздар. Бұл номер жоқ, мен бұны инстаграмнан тауып алғам. И сол кісімен де сөйлестім. Баяда біреу жазған. Сонымен страницасын ол кісінің сохранить етіп аламын да. Үшті өзіне инстаграмна дайрегіне жаздым. Осылай мамам қатты жөтеліп жатыр, көмектесе ма осындай. Я болады деді. Күйеуі Қытайдың азаматы екен, оказывается, Қытайдан алып келген. Прям өте күшті көмектеседі. Бұның ішінде чисто шөптер ғой. Мия тамыры, потом тағы не бар деді.
өріктің дәні, бал, сосын 14 түрлі шөп па, 17 түрлі шөп па, сондай шөптерден тұрады іші. Дәмі тәтті, и 6 айлық балалардың өзі іше алады бұны. Емізулі даже 2 қабат әйелдер де іше береді бұны. Мынау міне таза қытайша. Енді я не могу номер оставить, потому что мен номерін білмеймін. Инстаграм арқылы, дайрек арқылы сөйлестім, дайрек арқылы заказ бердім. Я могу Инстаграм для вас оставить, если прям қатты қажет болып жатса, осы кісіге жазсаңыздар болады. И неге көмектеседі бұл өнім? Қазір мен қарайшы ана кісінің жазғандарын мен сіздерге қазір сторис. Маған мама елдер жазып жатыр, көп сторис салыңызшы дейді. Мен не саларымды білмей жатырмын. Сізбен бірдеңке салам ба? Мамам мына жақта Даниэлға тамақ беріп жатыр. Одан мен сөйлеп едім, қарамай. Тамағын ішпей қойды. Ойбу! Тамағыңызды білдіріп жібердім ба? Мамам бірге тұрмайым деп жатыр. Неге мама, айтыңызшы? Сол. Нағып айтыңызшы. Айтсаңызшы. Өз үйіме кетем. Мамам, в общем, келесі аптадан бастап өз үйіме кетем деп отыр. Бірге тұрмайым дейді. Қалсын деп уговорить еттіңіздерші. Никак нет болып жатыр ма? Не айтасың, мама? Ой, өзіміздің үйіміз, өз үйім жақсы, өз үйім өледі. В общем, сөйтіп келесі апта мамалар кетейін деп жатыр. Мен Ерасылмен, мамам, короче, Даниэлға қарап береді. Аптасына 5 күн мамада болады Даниэл. Мен пока жұмыстарымды бітіремін, енді осы жақта Ерасылмен бірге тұрам. Сондай, короче, біздің үйде өзгерістер болайын деп жатыр. Ол шаш не көрмеді, специально фильтрсіз түсіріп жатырмын. Мына кеше шашымды жуғаннан кейін утюгтаған жоқпын, тек қана фенмен кептірген шашым. Алдында сарғылт бояп едім ғой, содан кейін шашым қатты күйді еді. Өз шашымды қанша жыл болды өсіріп жатырмын ғой, зорға дегенде өсірген шашымды күйдіріп алған болатым. Сонымен соңғы рет мен барып жүрген салон бар ғой, Әйгерім Нұрғазы, Аружан Нұрғазы деген салон, неде Алмасида. Сол жерде горячий ботокс жасаттық. Содан кейін кішкене жақсы болып қалды. Енді бірақ та каждый 3,5 ай сайын жасатасыз деді. Келесісінде уже получше болады деді бұдан да. Пока что мені осындай болып тұр. Алдында вообще жүн сияқты болып кетті ғой. Қанша лечение жасадым, вообще көмектеспей қойды. Бояған жоқпын, төбеменен қараңыздар, өсіп кетті кәдімгідей. Ұзақ болып боямағаным, где-то бір 3 айдай болған шығар. 2 ай болды ма уже боямағаным, сондай болды. Қазір мынау смываться етіліп кеткен цвет. Шашымды пока бояп жатқан жоқпын. Кстати, 19 Москваға барам. Сол үшін де маған пока шашты бояуға болмайды. Оны не үшін баратқан сосын айтамын. Сынақ деген нәрсені бір трамплин сияқты елестетіңіздер. Трамплинға шықтыңыздар, я. Шығып бара жатқан кезінде кішкене кедергі болады, я. Ауаның несі барлығына жоғары жаққа шығып бара жатқан кезде қиналасыздар да, ал потом жүгіріп келіп секірген кезде қандай скоростьпен вы взлетаете. Вот соны елестетіңіздерші. Сол кезде, это значит, знаете, ол сынақ деген біздің өміріміздегі тосқауылдар, ол бізге наоборот алдыға жылжуға мотор андай не қалай айтады, газ беруге андай не ғой, бір толчок қой былай айтқанда. И екінші қалай сынбау керек, любой проблеманы вселенский масштабта қараңыздар. Біз мысалы какой-то жер планетасында кішкентай песчинкамыз, и біздің проблемамыз мына бүкіл ғаламдағы проблемалар, то есть ана гигант планеталардың ортасында дым емес қой, қарасаңыздар. Сол үшін мен сондай масштабта қараймын да. Это все фигня деймін, болды. Бүгін, короче, бір нәрсе сіздерге айтып салам дегем. Бүгін YouTube каналыма пост шығу керек болған, бірақ, к сожалению, 4 сағат отырдым сіздерге салам деп соны. 4 сағаттан кейін маған уже 97% болған кезде слишком длинное видео деп салынбай қойды телефоным. Енді ертең ноутбукпен надо будет попробовать, потому что мен өзім сала алмадым. Так хотела с вами поделиться. Ну ладно, завтра поделюсь с вами. Ертең салам. Бұйырса енді постараюсь ертең салуға. Енді жақын арада көп нәрсемен бөлсем сіздермен. Айтпаған, айтқым келген, айта алмаған нәрселерінің барлығын салатын боламын. Енді оны жақын арада өздеріңіз ақырындап барлығын көре жатарсыздар.